Айғыр кісі екінші бөлім. Есқұл отағасының тізбек-тізбек, ерсілі-қарсылы, бірі анда басын ұрып, бірі мұнда басын ұрып, алайда бұлайда сабылтып, сенделткен ойын, көк орайда оттап тұрған кербиенің пысқырына бергені еріксіз бөліп жіберген. Сүттей жарық түннен тұрпаты түгел ап-анық көрініп тұр. Екі құлағын қайшылап, басын ауыл жаққа болғанда, оның бер жағындағы зиратқа қарай көтеріп, біртүрлі еліріңкіреп тұр. Қазір аяғындағы шідерін алсаң, солай қарай ағыза жөнелетін кейіпте. Айғыр кісіге қарай ғой сонда, бауырында тұрған құлынның әкесіне. Кенет есіне өзі қатты таң қалған жай түсіп кетті. Бірде айғыр кісінің бауырында бүгерлеп тұрған кер бие аузын арандай ашып, сілекейі жаман шұбырған. Қанша жыл жылқы бағып жүргенде мұндайды, айғыр артылғанда биеден сілекей шұбырғанын көрмеген еді. Жә, оны қойшы, өткен жылдың қайсы күні екен, бұлдыйдың үйіндегі келінің туған күні боп жатпады ма? Бұл 3-4 көрші шал-шауқанмен аула ішіндегі алма ағашының көлеңкесінде әңгіме дүкен құрып отырған. Ауланың арғы түкпірінде айғыр кісімен осы көршінің бірінің күйті келіп жүрген байталы оттап тұрған. Үйден 2 жас әйел шығып, сол түкпірдегі әжетханаға қарай кетіп бара жатты. Дәл осы мезетте айғыр кісінің байталға артылып, оның аяусыз ырғауынан жас байталдың балғын бөксесі қатты шөмейіп кеткенде, Құдайдың құдіреті, жас әйелдің бірі ах деп 2 алақанымен ауын басы отыра кетпесін бе? Сонда айғырдың байтал шабысынан ана әйелдің оқыстан күйті құтырып, ұрпақ күйінің ағыны бойынан құйылып кеткені қалай? Ал мұны түсініп көр, түсіндіріп бер енді. Қара төбел айғырдың кісілік қасиетінің бар, әрі оның киелі екендігінен бе? Сонда бұл да жұмбақ. Кер биеге қоса кер құлында айғыр кісі қалған жаққа құлағын тігеді. Әкесіне тартқан сыртқы пішіні ойқы-шойқылау, бойы биік, тұрқы ұзын, қабырғалары сыртына қарай айнала біткен. Мінезі де әкесінікі, үркектемейді, жөнсіз секектемейді, жүріс-тұрысы кербез, бекзада киіп. Сірә текті, тегінде осы қасиет болған соңда. Тегі осы айғыр кісі Есқұлға сонау жылдары кейін марқұм болып кеткен Бекбосын пошташының қара құнанын елестете береді. О кезде өкіметтің қазіргідей ат шабысты тыйып тастаған кезі. Той жасап, ат шабуға тәуекел еткендердің коммунистері партиядан шығып, еместері үшін колхоздың басшылары таяқ жеп, қатаң сөгіс алып жататын. Содан да шығар, пошташы Бекбосынның баяғы заман болса, бір қыздың қалыңына бермес едім дейтін құнаны бәйгеге қосылған емес. Не керек, сол қайран қара құнан бір күні қолды болды ғой. Іздемеген, сұрамаған жер қалмаған ізғайым. Кейініректе сыбыс шығып жүрді. Арғы бергедегі жылқы ұрлаушылар таластың ар жағындағы қырғыздарға асырып жіберген. Осы айғыр кісі сол қара құнанның тұяғы болса ше деп пішеді. Есқұл өзінше, енді міне сол тегінің қанына тартып, сол тегінің кіндік қаны тамған жерде жұлдыздай ағып жүр. Кемеліне келді. Былтыр әлгі таластың ар жағындағы қырғыздардың бәйгеге 100-ден аса жері қосылған бір үлкен аламан ат шабысында қалың топтан қара үзіп жалғыз келді ғой. Қырғыздың ат құмарлары жатып айналшықтасын. Жүйрікпен бірге жалғастың да аты шықты. Жалғастың қара төбелі, жалғастың айғыр кісісі, жалғастың жан дүниесі де ылғи самғап, заулап тұрар еді. Жалғас жазда мұнымен бірге айғырын осы қойнауға мініп келіп, бірге түнейтін. Сонда ара-арасында бір досы бар еді, сол да ілесе келетінді. Айлы түнде екеуі қатар жатып алып, жарыса ертегі айтатын. Қилы-қилы шындыққа сәлде болса жанасатыны да, мүлде жуықтамайтындары да бар. Әйтсе де қызық, қайсы бір жолы жалғастың ертегісі. Баяғы заманда, бәлкім адамдар жаңа жаралған кезде ме,
таулар түгел көкпен таласып, дала тұтас күлге оранып, өзен мен көлдер моншақтай мөлтіреп жатады екен. Жер бетінде тек адамдар болыпты. Хайуанаттар әлі жаратыла қоймаған. Олар жер бетімен заулауды, көк төсімен самғауды білмеген. Сондықтан да адамдар тым жалқау, жайбастар енжар болған. Бір-бірімен жарысу, озу, жер түбіне, ай мен күн, жұлдыздарға жетуді қиялдап, армандау қаперлеріне кірмеген. Содан да дүниені, тамақ жегенді, жатып ұйықтағанды ғана білетін бір өңкей масыл мешелдер жайлап бара жатады. Оған ешкімде елеңдеп, көңіл аудара қоймайды. Тек бір қарт қана: Құдай, сен бізді ішкен жеген, жатып ұйықтағаннан өзгені ештеңе білмесін деп жаратқаның не? Дүниенің бары осы ғана ма? Бізді біз білмейтінге үйрететін дәнеңең жоқ болғаны ма деп зарлайды екен. Содан бір күні қай жақтан екені белгісіз жаратушының даусы естіліпті. Сенің 3 ұлың бар, солардың бірін жер бетімен заулайтын, бірін көк төсімен самғайтын болмысқа айналдырып, үшіншісін сол адам қалпында қалдырайын. Осыған ризашылығыңды берсең, дейді. Берем депті. Заулауға, самғауға айналған ұлдарың адам кейпінен мәңгі айырылады. Жаны ештеңеге ауырмайтын, ақылы ашымайтын, азап шерден ада, жұртты өзгертер кәдесіне жараса, бердім рұқсатымды жаратқан. Сонда бір ұлы қыранға айналып, көк төсіне қарата самғап, бірі тұлпарға айналып, жер бетіме заулап бара жатты. Қарттың адам қалпында қалған баласы тамаққа тойып алып, тоңқайып жатқан адамдарды аралай жүріп, самғап бара жатқан қыранды, заулап бара жатқан тұлпарды көрсетіп, қараңдар, қараңдар деп жүгіре берген. Менің ағаларым қыран болып самғап, тұлпар болып заулап барады. Адамдар аңтаң, ойларының астан кестеңі шығып, сартап боп, қатып семіп жатқан сананың сеңі сетінеп, қолқа жүректері көкірекке симай бара жатты. Жерді шыр айналып жүйтку, көкті көздеп, әуелеп ұшу, іңкәрлігі іңгәлап қоя берген. Сөйтіп адамдардың бойында армандау, қиялдау, құштарлық қасиеттері оянып кетті. Сен осыны ойдан шығарып отырған жоқсың ба? Дейді жалғасқа досы. Қайтеді? Ойдан шығарып отырсың, ұнады ма соны айт. Егер адамдар мына дүниеде болғандарды ғана айта беретін болса, онда армандаудан айырылып қалады ғой. Олай екен ешқашан ештеңе өзгермейді. Ештеңесі өзгермесе, өмірде не қызық қалады? Болды, дейді досы күліп. Саған ілессек, шетімізден философқа айналып кетеміз. Распей? Жалғас қосыла күледі. Олардың әңгімесін естігенде Есқұл отағасы Құдайға шүкір ететін, ақылы ерте оянған, естияр ұрпақтың өсіп келе жатқанына қуанар еді. Бәле жаладан сақтай көр осыларды дейтін. Көке деген бірде жалғас, сіз баяғыда бәйге аты бір ауылды асыраған деп едіңіз ғой, дегем. Папама айтсам, пісіріп жеп қоя жаздады. Өтірік деп пе? Жоқ, баяғың не дейді, баяғының не қажеті бар дейді. Бұлдей көкең екеуің қай заманда өмір сүріп отырғандарыңды шынымен білмейсіңдер ме дейді. Қазір әркім өзіне өзі ғана керек заман дейді. Сосын айтқаны, баяғы деген өткен кеткен, сүйегі қурап қалған нәрсе қайта келмейді. Бүгін мен бол, кімде дәулет бар, бүгін соныкі. Дәулет сөйлейді, дәулет ұтады, дәулет озады. Дәулетің бар ма? Ештеңені көктегі Құдайдан да, жердегі адамнан да сұрамайсың. Түгел, пішту. Соңғы жылдары онсыз да көңілі қалыңқырап жүрген немере інісіне Есқұл отағасы жатып ренжіген. Баяғы деген өткен кеткен, сүйегі қурап қалған нәрсе дегеннен жаны жаман түршіккен. Баяғысы жоқ та адам жұрт болушы еді. Баяғысы жадынан өшсе не болады? Баяғы деген ата-бабалар, ата-бабалардың кісілігі, түсінігі, қуаныш шаттығы, азабы мен шері, жеңісі мен жеңілісі, аққан қаны мен төккен терінің ұлы көші емес пе? Соның барлығын мына жұрт өздері өмеңдеп соңына түскен дәулет дейтін қолдың кірінің жолына құрбан ете салама. Бұлай етсе, қазақ несіне қазақ, қай жері халық?
Кербе тағы пысқырынды, алдыңғы аяқтарымен алма-кезек жер теуіп тепсініп тұр. Айғыр кісіге барғысы келер, кім білсін, әлде айғыр кісі зират басынан кетіп барам екен. Кербе соны сезер, ілесе кеткісі келер. Япырмай, жылқы баласын адам моласына әкеліп аза тұтқызды. Айғыр кісіні қырғыздар алып кеткен күннің ертесіне қаладан оралған жалғас болған жайды естігенде 3 күн жер бауырлап жатып еді. Жан адаммен сөйлеспей қойды, ешкімге ақырған шақырған жоқ, үнсіз тілсіз жатты да қойды. Ал оны әкесі қалаға бір шаруаға жұмсап жіберген күнгі оқиға былай еді. Сәске болмай, бұл үйдің биік қақпасының алдына 2 джип автокөлігі келіп тоқтай қалған. Келгендер таластың ар жағындағы қырғыздар екен. Біраз күн бұрында келген осы 5-6 адам. Келістерінің жөні айғыр кісі. Өздерінің Алатауын берсе де сатып алмақ. Ана жолы бұлды, Алатауды орнынан ала алмайсыңдар ғой. Алған күнде Алатау өзімізде де бар. Ал мына біздің ауылға сендердің Алатауларың сыймайды деп тіңкелетіп жіберген. Есқұл отағасы байқайды, бұл жолы бұлды ана жолғыдай емес, қырғыздарды жылы қабылдады. Қане, байкелер, әуелі мына Есқұл көкеме сәлем беріңдер деп жандарына таяп келген, бұған қол бергізді. Немере інісі 2 жылдан бері үйіне күтуші әйел ұстайтын еді. Соның қай кезде дайындап жүргенін стол үстін тамақтың бар мәзіріне толтырып қойыпты. Самсаған ақты, қызылды шөлмектер былай. Бұлды байке, бұл өзі ресторан бұ? Деп жардай қызыл бет қырғыздың 2 ұрты бүлкіл қағып күлді. Байсыңдар е, честное слово, қане ауқат алыңдар деді бұлды. Ертеңгі ас. Сперва інімізді қыздырып алмаймыз ба байке? Жаңағы қызыл бет қырғыз шөлмектерге қол созып, бірін көтеріп алды. Атша берсек бола ба? Арақ 2-3 айналған соң, байке, жылқы салатын машина да вот-вот кеп қалады. Артымызда не хал дескен қырғыздар алақандарын уқалады. Алдыңғы күн қол алышқандай акчаны $100 ап келдік. Манеки, орталары болған 10 бөлек көк қағаз столға қойылды. Ровно 100 000 деп қызыл бет қырғыз. Есқұл дәнеңе түсінбей қырғыздарға бір, көк қағаздарға бір, немере інісіне бір қараған. Сендерде ноқтабау деген жөн жосық бар ма? Бұлды арақтан жағалата бір арақ құйып жіберді. Бұрын бар, болушқан, в данном случае, к чему это? Жаңа айттым ғой, мына кісі менің немере ағам деп. Бұлды аналардың назарын бұған аударды. Айғырды балама бағысқан, бәйгеге дайындап жүрген осы кісі. Ноқтабаудың ақысын осы ағама беріңіздер. 5 мың. 5 мың? $5. Қызыл бет қырғыз шайнап отырған закускасына шашалып қалды. Ой байке, болмаса айғыр сатылмайды. Қырғыздар көтеріле далаға шықты. Қораның бұрышына барып күңкілдескен. Есқұл есінен танып қалғалы тұр. Бұлды-ау, мұның не? Немене? Айғыр кісіні сатпақпысың? Сөйтемін көке, қаладағы орталық базарды сатып алуға тиын жетпей жатыр. Айғыр кісіні сатуға болмайды бұлды. Қазір адамды сатып жіберуге бола береді. Көке, қайтесіз? Жалғасқа не бетімізді айтамыз? Ел жұрт не дейді? Жалғас деп, не десе о десін. Сол сықсыңдайды екен деп, Құдайдың өзі өз аяғынан айдап келіп тұрған ақшадан айырыламыз ба? Ал ел жұрт, қай ел жұрт? Жартысы базарда тәшке сүйреп қаңғып жүрген. Жартысы ауылда, 2 қолы қалтада, бірін 2 ету қаперінде жоқ. Жаздай карта ойнайтын, қыстай ұйқы соғатын, өлгенде қарыз алып көметін, тойында қарыз алып жасайтын, құры қазақ болғанына мәз. Жеткен жері тамашаға таңдайы құрғаған, айтысқа аузы аңқайған ел жұртты айтамысыз. Бұл ел жұртқа ненің де бәрібір болғаны қашан. Тіпті керек десеңіз алса, соларды да қырғыздарға түгел сатып жіберер едім. Не десең де айғыр кісіні сата көрме қарағым дегенде, мұның денесі дірілдеп, иегі кемсеңдеп кеткен. Ол өзі есті киелі жылқы. Әулетіңе ана жалғыз балаң жалғасқа біткен бақ айналайын. Жә қойыңыз көке, бұлды-ай, өмірімде өтініш айтып көрмеген едім. Өйтпеші,
Өйтпе садаған кетейін, жалғасты ая, мені ая, сізді аяғаным сол, қазір аналардан ноқта баудың құны $5000 әпергелі тұрғам жоқ па, керегі жоқ, қажеті жоқ оныңның, сатпа айғырды, киесі барды сатуға болмайды, киесі ұрады. Қойыңыздаршы көке, қандай кие, нағылған кие, көздеріңе қарадай не болса, сол елестеп. Осы кезде топтанып тұрған қырғыздар да бері жүрген. Байке, десті жабыла сөйлеп, немного не хватает боп жатпай ма? Қанша? 2 штуки. Жарайды, оны өздеріңе байладық. Қақпа ашылды. Мана келіп тұрған тұрпаты пойыздың вагоны сияқты ауыр машина аулаға енді. Бұлдый айғырды сыртқа жетелеп шықты. Болғалы тұрған жайды сеземе, әлде қырғыздарды бөтенсінді ме, қатты елегізіп, демі пырылдап, тұла бойы дір-дір етіп тұр. Жығып, 4 аяғын буып салмасақ, бұл машинаға мінбейді, деді Бұлдый. Ұстаңдар, ноқтабаудан, мен арқана келейін. Бұдан әрі тұруға мұның дәті шыдамады. Көзіне толып келе жатқан ыстық жасын сүртпестен ашық қақпаға қарай бет алған. Шығар жерде айғыр кісінің күңірене кісінеген даусынан құлап қала жаздады. Жалт қарағанда көргені айғыр бұған қарай ұмтылып, шыр айнала қарғып жүр екен. Түннің қай уағы екенін көзі ілініп кеткен Есқұл отағасының түсіне жалғас кіріпті. Үстінде әппақ кебіні қалықтап ұшып келеді. Ұшып келе жатып, мұның төбесіне келгенде, көке, айғыр кісі келген жоқ па? дейді. Ол келеді, мен жаңа ауыл салатын жерін іздеп бара жатырмын. Айғыр кісіні сонда жетелеп келіңіз. Оянып кетті. Таңда бозалаңдап қалыпты. Кербие сол айғыр кісі қалған зират жаққа баяғысынша елеңдеп қарап, елегізіп құлағын қайшылаған қалпы. Кербие-ай, түсіме жалғас балам кіріпті, деген бұл күбірлеп. Қарағым-ай десеңші, өкпелеп кетіп еді ғой маған. Бәріне өкпелеген, жер бауырлап жатып алды. Шыңғырып әке шешесін де жуытпады маңына. Тек кетерінде келді маған. Буынып түйініп алыпты. Қош бол көке, деді. Бұл жерде мен үшін еш қызық қалмады. Әкем мені қалаға алдап жіберіп, қара төбелімді сатқанда, сіз оны тоқтата алмадыңыз. Сіздер біреуді біреу өлтіріп жатса да, ара тұрып, аман алып қалуға бел шешіп, білек сыбанып кіріспейсіздер. Тек құр сөз, әрекет жоқ. Өкінішті көке, өкінішті. Мен кетіп барамын көке, айғыр кісімді іздеймін. Сонда бұл ештеңе айта алмады. Ештеңе. Содан жалғас қалаға барған. Әлдейдің институтта оқып жүрген үлкен баласына машинасы бар еді оның. Соны сұрап алып, таластың ар жағындағы қырғыздар жаққа қарай жұлдыздай аққан ғой. Жұлдыздай ағып бара жатып, автобусқа соқтығысқан. Отағасы Кербиеге ер салды, беліне аяқ артуы мұң, биесі басын сүзіп ала жөнелді. Басын әзер іріккен, әшейінде жаңа шығып келе жатқан күннің жер бетіне тарай бастаған қызыл арайын кешіп, ауылға дейін бірнеше рет айнала ойнақ салып алатын құлын енесінің қапталынан шықпай қойды. Әне, зират та көрінген, айғыр кісі көрінбейді. Кетіп қалған ба? Таяп келгенде Есқұл отағасының жүрегі қатты-қатты соғып кетті. Қоршаудың темір шарбағы быт-шыт, айғыр кісінің басы үйілген жас топырақтың үстінде денесі сәл бүктетіліп солық жатыр. Шарбақтың төрт бұрышындағы жуандау темір бағанның бірі қолқа жүректің тұсынан ортасына дейін кіріп кетіпті. Айғыр өліп жатыр еді. Есқұл отағасы ер үстінен ауып түсіп, есеңгіре отырып қалды. Қара жер шыр көбелек айналып, әлде қайда алып қашып бара жатқан сияқты. Алғаш рет дәл қазіргісіндей бір азапты бастан кешті. Іштей өзін аяусыз талап жеген. Япырау, айғыр кісіні қырғыздар алып кеткелі жатқанда бұл неге жүрер жолдарына көлденең түсіп жатып алмады? Ұлыңның үміті мен сеніміне, қанатына неге балта сермейсің деп, әлдейдің жағасына неге жармасып, неге алқымынан алмады? Баяғыда бұлардың батыр атасы қатты бір ерегісте, ауылдастары, сен екі сөзіңнің бірінде жұртым үшін жаным пида, өмірім садаққа дей бересің. Қане солай етші,
шалшы өзіңді құрбандыққа дегенде өткір сапысымен ойланбай өзін бауыздап жіберіпті. Бүгін кім сөйте алады? Сөйте алмаса, сөйту ешкімнің қаперіне кірмесе, осыдан барып, әркім өзімен өзі болуға айналып, өзін туған өз жұртын өзекке теуіп, өмірем қатыра берсе, өмір шіркінде не құн, не абырой қалады. Қалмаса, өзгені былай қойғанда, осы отырған өзі қай кесепатқа қарсы келіп, қабырға сөгіп қан жұтып еді. Жоқ, бұл да іштен еңірегенімен анадайдан сырт айналып алыстан кіжінуден өзге не бітірді. Ендеше өкпелесе өзіне өкпелеуі керек. Өзінен қалуы тиіс көңілі. Кенет құлағына бір зәрлі дауыс келген. Өмірлерің осылай өте берсе, сендер жалғастан, айғыр кісіден ғана емес, тұтас өздеріңнен айырыласыңдар түбі дейді. Жақсы үміт арманның иесі мен киесін сақтай алмаған жұрттың көретіні ақыр заман. Отағасы селк еткен, әзер-әзер ес жиып, көзін ашып еді. О, Құдай, айғыр кісінің жансыз денесінен бір мезгілде бірнеше бұлдырықтай бұлт ұшып шығып, көкке көтеріле күллі аспанды жауып қалды. Қара көк қақ айырылғандай қатты күркіреп күңіреніп, жалғыз рет жарқ еткен найзағайдың жарығы жаһан даланы жайпап өтті де, көктен құйылған нөсерден Есқұл отағасын қоршаған әлем көзін аша алмай қалды. Оның арты ертеңгісін елдің есі шыққан. Мамырдың күнінде ауылда аққар басып қалыпты. Беті мұздақ, сұмдық-ай дескен жұрт. Мұндайды көрген қайсың бар? Үсік ұрды биылғымыздың бәрін. Бұл несі? Ауыздары аңқиған жұрттың ешқайсы ештеңені пайымдай алмады.